Дональд Трамп, америкалық миллиардер, құрылыс саласының магнаты, қонақ үйлер мен казинолар желісінің иесі, бизнес туралы кітаптардың авторы, ақш-тың 45-ші және 47-ші президенті. 2016 жылғы сайлаудан бері республикалық партия қатарынан 3 сайлаудан бері президенттікке оның кандидатурасын ұсынды. Бүгінгі видеода Дональд Трамптың қысқаша өмір жолы тарихы туралы айтып көреміз. Дональд Трамп 1946 жылдың 14 маусымында Нью-Йорк қаласында дүниеге келген. Ол отбасындағы 4-ші бала еді. Шығу тегі әкесі жағынан немістерге, ал анасы жағынан шотландтықтарға барып тіреледі. Дональдтың отбасы бай, миллионер болатын, бірақ ол оқуға аса көңіл бөлмейтін. Мінезі ауыр болғандықтан мектепте түрлі қиындықтарға тап бола бастайды. Оның мінезіне басқа мұғалімдері шыдай алмайтын. Сол себепті әкесі оны 13 жасында Нью-Йорк әскери академиясына жібереді. Әскери мектептегі өмірі оған тәртіп пен көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыруға көмектеседі. Бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, Трамптар отбасы ұзақ жылдар бойы өздерінің шығу тегін швед ұлтына барып тірелетінін айтып келген. Бұл 20-шы ғасырда немістерге қатысты теріс көзқарас болғанымен және Трамптардың жылжымайтын мүлік ғимараттарындағы жалға алушылардың көпшілігі еврей ұлтына жататынымен байланысты болған. 1966 жылы Трамп әскери академиясындағы 5 жылдық білімін үздік нәтижемен аяқтап Нью-Йорк қаласындағы Фордхенд университетіне оқуға түседі. Ол жерде 4 семестр оқығаннан кейін оқуын Пенсильвания университетіндегі Вартон бизнес мектебіне ауыстырады. 1968 жылы 22 жасында ол экономика бойынша бакалавр нәтижесін алады. Осыдан кейін әкесі Дональдты отбасылық бизнеске қабылдайды. Дональд жылжымайтын мүлік саласына қатты қызығып, болашақта Трамптардың құрылыс империясы мұрагері болуды және әкесінің байлығын бірнеше есе арттыруды мақсат етеді. Дональдқа тапсырылған алғашқы жоба Огайо штатындағы 100-ден астам пәтерге арналған тұрғын үй кешені болды. Жас Трамптың басшылығымен компания бұл жобаның құрылысына 1 жыл ішінде $6 миллион жұмсап, пәтерлерді сатудан $12 миллион табыс табуға қол жеткізеді. 2 есе табыс оның мансабының тамаша бастамасы болды, бірақ Трамп мұнымен тоқтап қалғысы келмеді. Огайодағы бұл үйлердің құрылысы мемлекет тарапынан қаржыландырылған еді, алайда ол үлкенірек жобаларды іске асыру үшін қаржылық қолдау мақсатында жеке ұйымдар мен банктерге жүгіну керектігін түсінеді. 1971 жылы 25 жасында Дональд Трамп Нью-Йорктың жүрегі саналатын Манхэттен аралынан өзіне апартамент жалдайды. Бұл жерде оның таныстар шеңбері кеңейіп, ықпалды адамдармен байланысы арта түседі. Жаңа таныстар тапқан Трамп 1974 жылы жартылай қираған күйдегі Коммодор қонақ үйін қайта қалпына келтіру бойынша тендерді жеңіп алады. Қонақ үй Манхэттеннің орталығында орналасқанымен айналасындағы көптеген ғимараттар өте нашар жағдайда еді. Осыны алға тарта отырып, Дональд үкіметтен 40 жылдық салық жеңілдігін алуға қол жеткізді. Соның нәтижесінде Нью-Йорктың ірі банктері оған жалпы құны $70 миллион болатын ипотекалық несие береді. Трамптан талап етілген жалғыз шарт бұл нысанды толық қайта жаңғырту болатын. Трамп компаниялары жобалары Манхэттеннің қазіргі заманауи келбетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Кейін Дональдтың назары 5-ші авенюдегі Tiffany & Co зергерлік дүкенінің қарсысындағы жер теліміне түседі. Неге дәл осы жерді сатып алдыңыз деп сұрағанда ол, Tiffany дүкенінің айналасында Нью-Йорктың ең бай адамдары серуендейді деп жауап берген. Кейін Нью-Джерси штатында құмар ойындарға рұқсат берілгеннен кейін Трамптың назары ойын-сауық бизнесіне ауады. Ол Атлантик Ситиден жер сатып алып, ағасы Робертке ойын бизнесіне лицензия алуды тапсырады. 1981 жылы құны шамамен $250 миллион болатын Трамп Плаза Hotel and Casino қонақ үй казино кешені ашылады. 1986 жылы Дональд Хилтон қонақ үйлер желісіне тиесілі ғимаратты сатып алып, оның орнына $250 миллион Трамп Кастл кешенін салады. Сонымен қатар сол кезеңде әлемдегі ең ірі қонақ үй казино кешендерінің бірі саналатын Тадж Махал құрылысы да басталады. 2024 жылға қарай Трамптың байлығы $1 миллиард деп бағаланды. Қонақ үйлер, казинолар және люкс санатындағы тұрғын үй зәулім ғимараттарынан бөлек Трамптың иелігінде әуе компаниясы, Нью-Джерсидегі футбол клубы және Дональдтың өзі де нақты санын білмейтін көптеген шағын кәсіпорындар болды.
Уақыт өте келе Трамп ірі бизнеске бақылауын біртіндеп жоғалта бастады. Жаңа жобалар негізінен қарыз қаражаты арқылы қаржыландырылды. Бұл өте қауіпті еді. Ірі банктер мен инвестициялық компаниялар Трампқа несие берушілерге қысым көрсете бастады. Біртіндеп бизнесменнің қарыздары өсіп кетті. Жылжымайтын мүлік саласындағы дағдарыс банкроттық жағдайының одан әрі күшеюіне алып келді. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында кредиторлардан алынған қарыз көлемі 9 миллиард 800 миллион долларға дейін жетеді. Соның ішінде 900 миллион долларды Трамп өз қалтасынан төлеуге мәжбүр болды. Дағдарыс салдарынан бизнесмен тіпті Трамп Тауэр зәулім ғимаратында қарыздарын жабу үшін кепілдікке қоюға мәжбүр болды. Баспасөз жағдайды одан әрі ушықтырып, Трамптың әрбір қадамын мазақ етіп жазып отырды. Алайда Дональд туа біткен қайсарлығының арқасында қарыз дағдарысынан шығуға қол жеткізеді. Ойын-сауық бизнесінен түсетін табыс несиелердің шамамен 48%-ын жабуға көмектеседі. 1990 жылдардың соңына қарай магнат барлық қарызынан құтылып, жаңа жобалармен қайта айналыса бастайды. 2005 жылы Трамптың компаниясы Део корпорациясымен бірге Трамп World Tower ғимаратының құрылысын бастайды. Биіктігі 262 метр болатын бұл зәулім ғимарат Біріккен ұлттар ұйымының ғимаратының дәл қарама-қарсысына орналасады. 2008 жылғы жаһандық қаржылық дағдарыс Трамптың құрылыс империясына да қатты әсер етеді. Сатылымдар төмендеп кетеді. Миллиардер қарыздарын өз қаражаты есебінен жабуға мәжбүр болады. Ол банкроттық жариялап, мұны форс-мажорлық жағдаймен түсіндіреді. 2009 жылы Трамп өзінің жеке компаниясының директорлар кеңесінен кететінін мәлімдейді. Сол уақыттан бастап ол саясатқа көбірек көңіл бөле бастайды. Дональд Трамптың қызметінің тағы бір саласы шоу-бизнес. 2002 жылы кәсіпкер прайм таймда қызметкер деп аталатын реалити шоудың негізін салады. Бұл бағдарламада қатысушылар Трамптың компаниясында менеджер болу үшін өзара бәсекеге түседі. Шоудың ең есте қалатын сәттерінің бірі Трамптың қатысушыларға айтатын әйгілі сөзі «Сіз жұмыстан босатылдыңыз» деген фраза болды. Бірінші маусымда әр шығарылым үшін ол шамамен $50,000 алған. Бірақ екінші маусым басталғанда әрбір бағдарлама үшін төленетін ақы $3 миллион дейін өседі. Осылайша Трамп теледидардағы ең жоғары ақы алатын жүргізушілердің біріне айналды. Әр бейсенбі күні NBC арнасында эфирге шығатын бағдарламада Трамптың әйгілі «Сіз жұмыстан босатылдыңыз» деген сөзі көрермендер арасында кең таралады. Бұл шоу 3 рет Эмми сыйлығына ие болады. 2004 жылдан 2018 жылға дейін көрсетілген бұл бағдарлама арқылы Дональд шамамен $200 миллион табыс табады. Шоу үлкен танымалдылыққа ие болғаннан кейін Голливудтағы Данк аллеясында Трамптың жеке жұлдызы пайда болады. Сонымен қатар ол бірнеше кинофильмдер мен телесериалдарда эпизодтық рөлдерде де көрінген. Мысалы, әйгілі үйде жалғыз 2 фильмінде ол кішкентай Кевинге ресепшнге жол көрсеткен адам рөлін ойнайды. Келесі видеода Дональд Трамптың қалай президенттікке келгені және не үшін 2 рет импичмент алғаны туралы видео шыққанын қаласаңыздар, каналға жазылып және комментарийде 2 деген жазу қалдырыңыздар.